Сәлем достар. Бүгін біз ойын ойнап отырмыз. Қошақан ұстау керек. Сәлем достар. Аяр өтеміз. Мына қошақандарды секір алан. Жолбарыстың баласын алан деп айтады екен. Немесе шөнжік деп айтады екен. Ұста қошақанды. Ұста. Секір қаттырақ. Ой, жарайсын. Сайлайсын. Жолбарыс кішкентай. Кішкентай жолбарыс. Қорқып кетіпті. Түсі ғой деймін жолбарыстың. Ол заманда қызыл. Жаман ба қызыл? Жаман қошақандар ма? Түрлері. Қарандар. Секір. Ұстап жатыр. Найзағай соғып отыр. Қараңғыда. Қашу керек шығар ол қошаққаннан. Секір. Ой. Секірме. Секір кетті. Секірме. Секірмеу керек етен бұл, Надан аттап кетті. Ой, ұстап алды. Мына қошаққандарды. Секір кетті. Ой, үстіне тағы да түсіп қалды. Қайттан. Қаш. Енді не істейді? Енді дағады. Бұл алан. Енді далаға шығып, далада пижама, түнгі киетін киімін бояу керек екен көйлегін. Кемпір қосақтың көк түспен бояйық. Немесе кемпір қосақтың түсімен бояп шығуға болады екен. Әртүрлі түспен. Қандай? Саған ұнады ма? Ұнады. Немесе басқа түсін көрейік міне. Көкшіл, қызыл. Осыны түнде киеді екен. Жұлдыздардан қасына қойып шығуға болады. Саған қайсысы ұнайды мына жерде? Маған ұнайды. Жұлдыз, жүрек бар. Жұлдыз пен аспан бар. Аспан мен жұлдыз. Аспан мен жұлдыз ойнай ма? Онда 3 аспанды қойықтан, ондай жұлдыздарды 2 иығын әліп қойық. Сурет салуға болады екен міне. Мынау досы ғой дейм. Түсін бояп шығайық. Шашын қара қылдырайық. Шашын қара түспен бояйық. Ана гитарасын, джинсыйын көк түспен бояйық. Гитарасын сарғыштау түспен бояйық. Одан кейін басындағы гүлін қызыл. Күлгін түспен бояп шығайық. Ернін қызыл түспен бояп, мұрнын қара түспен бояйық. Бізде енді не қалды? Көзін көкшіл түспен бояуға болады екен. Сосын футболка қандай? Футболка ақ түспен тұра берсін. Ақ футболка осыны жағын. Фонды көк түсті. Бізге бірақ бал берді. Жарайды, енді осымен бітсін ойынымыз. Келесі ойынымызды көргілерің келсе бізге жазылыңдар.